Қайырлы күн. Бүгін біздер ақылы жарнаманың түрі Инстаграмға, Фейсбукқа таргетинг жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге реклама дегенді жүктеп алу керек. Мынаны. Бұл Play Market немесе App Store'дан сіздер іздесеңіздер, реклама десеңіздер сразу шығады. Мысалға, мінекей, реклама деп жаздық. Ең бірінші болып тұр менеджер рекламы на Facebook деген сияқты. Дәл осы приложениені скачать етіп аласыздар. Содан кейін сол арқылы телефонмен жұмыс жасауға болады. Ең бірінші бізге міндетті түрде Instagram парақша керек болады. Менде бұл жерде левый бір парақша бар, бос. Осыны аккаунтты қолданып жасайтын болам сіздерге. Ендеше ол аккаунтты біздер қолдану үшін ең бірінші біздер Facebookқа кіреміз. Facebookқа кіргеннен соң біздер жаңа парақша ашу керекпіз. Жаңа аккаунт емес, жаңа парақша. Яғни аккаунт деген бір адамның атында тұрады. Мысалға, мынау Қапан Ыбырайдың аккаунты. Одан кейін мына үш сызықшаны басқаннан кейін ең төмен жағына өткен кезде мына орта жағында страницы деген бар. Страницы дегенді басқаннан кейін бізге жаңа парақша ашу керек болады. Немесе ашылған парақша болатын болса, соған тіркеп қою керекпіз. Мысалға, создать дегенді басу арқылы біздер ары қарай парақшаның атын жазамыз. Яғни бұл жерге мен не деп жазайын? Марафон тест деп жазып қояйын, я? Мінекей. Немесе марафон деп қояйын, тест алып тастайын. Далі кетті. Категория, мысалға, бизнес, мысалға. Или продажа, услуги для бизнеса, мысалға. Сол сияқты өзіңіздің қызметіңізге байланысты бір категорияны таңдай саласыздар. Қатты маңызды емес, бұл жерде мен адрес добавить еткім келмейді. Содан кейін бұл жерге аккаунттың фотосы, яғни парақшаның фотосы, басқа нәрселерді, обложкаларды қоюға болады. Менде қазір уақыт жоқ, сондықтан мен марафон деген уже нені ашып қойдым. Көрдіңіздер, я? Мінекей, страницу для успешной работы нужно выполнить несколько действий. Это можно сделать сейчас или позже. Далее. Так. Бұл жерде біраз настройкалар жасауға болады. Бірақ мен қазір отырғым келіп тұрған жоқ, өйткені ол маған қатты өте маңызды емес. Енді бізге өзіміздің Instagram аккаунтымызды Facebook парақшаға тіркеу үшін біздер Facebook парақшаға өтеміз. Facebookқа өтеміз. Facebookта біздер өзімізге қажетті парақшаны тауып аламыз. Страницы деген жерге барамыз. Яғни біздің жаңа ашқан марафон деген парақшамыз табылады. Мінекей, марафон деген парақшамыз табылды. Енді бізге настройкаға барамыз. Настройка бару үшін көбі байқамаған шығар. Мынаны басамыз. Мынаны басқаннан соң біздер Instagram дегенді тауып аламыз. Ортасында Instagram деп тұр. Яғни осы жерден біздер подключить аккаунт деген сияқты басамыз кнопканы. Кішкене күтеміз. Яғни біз Instagramға кіру керекпіз. Біздің қажетті Instagramымызды қосамыз. Бұл не үшін? Бұл, яғни Instagramда қазір реклама жасаған кезде біздің парақшамыз рекламный жаңа объявлениенің үстінде көрініп тұру үшін. Подключено к Instagram деп шықты. Окей, рахмет. Facebook. Ендеше біздер осы жерден де өшіре аламыз, бірақ оны баспаймыз. Так, енді біздер не істейміз? Енді бізге таргетинг қосу керек. Ол үшін біздер мынаны қолданамыз.